Шамамен 30 минуттай жүрдік. Мапсымен қарасаң, тиіп тұрған жер сияқты, бірақ шынына келгенде жеткізбейді екен. Варанасиді ең бірінші шетінен бастап көргенде жаман лас екен деген ой келді сразу. Басқа қалаларымен салыстырғанда өте лас екен. Боғы ағып отыр ғой дейді ғой апайлар. Соның нақ өзі болып тұр ғой. Бұл біздің хостел 660 рупиге шықты. Біздің теңгеге айналдырғанда 3600-4000 теңгенің шамасы ғой. Нормально. Қатты мықты емес. Жаман емес ең басы. Бір шіркеу сияқты бірдеңесі екен ең бірінші. Одан кейін біздің хостел. Намасте дейді. Жоғарыдан көрініс осындай. Бана шіркеу сияқты басы. Ганг өзені. Әзірге ешкім өртеп отырмаған сияқты. Үйлерді қисық-қисық салып тастаған екен. Рет деген жоқ екен. Бүгін су асып төгіліп отыр. Міне осындай көрініс және осындай хостел.